Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге трендте жүрген мясо горшочканы жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 500 грамм ұн, 200 грамм сүт, соған 60 грамм ерітілген май, үлкен қасықта 1 қасықтай дрожжи және 1 қасық қант, кішкентай қасықта 1 қасық тұз саламыз. Салып барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды жұмсақтау етіп, иіліп, ыстық жерге 30 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін ішіне керекті салмасын дайындаймыз. Барлығын турап дайындап алған соң, қызған табада тұзын, қара бұршын салып қуырып, 0,5 мг су құйып, 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Оған дейін қамырымыз дайын болады. Бірнеше бөліктерге бөліп, жалпағынан жайып, формасын шығару үшін кесеге салып, ары қарай ішіне начинкасын саламыз. Табанын жақсылап жабыстырыңыздар, ішіндегі сорпасы ағып кетпеу үшін. Дайындап алған кесемізді осылай жабыстырып алғаннан кейін формасын кесеге келтіріп, әдемілеп безендіріп, 180 градуста 20 минутта пісіреміз. Қамыры өте жұмсақ және де дәмді болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ал достар, маған тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.